Қалайсыздар достар? Кеше барлықтарыңызға барлығы жақсы деп ойлаймын. Мен әдеттегідей күнде таңертең аллергия шығады маған денеме. Бірақ бүгін тек денеме шықты, Құдайға шүкір. Сәл қимылдасаң кетеді кейде, кетпесе дәрі ішуге тура келеді. Бірақ осы жолы бір 2 айдай ма дәрі ішіп жүрмін. Ол қаншалықты зиян пайдалы екенін білмеймін. Зиян ғой енді әрине. Мен бір досым айтпақшы, дәрі іше бермеші. Сөйтіп капельница істеу керек дейді, бірақ енді оған кішкене қаражат жағы болмай тұр. Сонымен бірақ жалпы істеу керек, иә. Натрий тиосульфат па, соны не қылу керек екен, қабылдау керек екен. Қандағы тұздың мөлшері ма, солай қан деп ойлаймын, иә. Бірақ мәселе ондай емес. Мәселе, мен кеше бір подкаст сұхбат көрген болатын. Мектеп директоры әйгілі Димаш Құдайбергеннің әніне билеген, және де 58 по-моему Ақмоншақ, фамилиясын ұмытқам, және де Ерқанат Көпжасарұлы, Қазақстан каналының журналисті. Сол жерде қызық жайт болды, соны қазір айтып берейін. Жайт болғанда оқушылардың оқиғаларында